Ассалаумалейкум. Бүгін біздер непильный поилкаларды орнатамыз. Яғни 25-тік пропиленовый пластиковый трубаға. Диаметрі 25. Мына жерде кіретін диаметрі негізі 8 сантиметрдай. Непильдің өзінің 8,5-ға дейін барады екен. 8-ден сәл асады. Қарасаңыздар 8,5-ға дейін. Негізі сверло ыңғайы келсе 8,5-дық сверло алсаңыздар дәл болады. 8,5. Осындай. Қазір енді біз жарты метрлік трубаға орнатамыз. Бізге мынандай штуцер керек. Кәдімгі газдікі сондай. Бұған шланга киіледі. Диаметрі қазір көріп алсаңыздар 10-дық диаметр. Обычный газдың шлангасы да келе береді. Осындай резьбасы 15-тік металлический. Одан кейін 25-тік труба. Фитинг, яғни трубаға арналған жәнегі біздің штуцеріміз осыған киіледі. Оны кигізу үшін біздерге суға арналған фум лента арқылы жалғаймыз. Специальный лента су ақпасы үшін. Енді іске келетін болсақ, жарты метрден трубаны алдын ала кесіп алдық. 25-тік труба диаметрі, обычный суға арналған. Осыған судың өзінің сызықшасы болады кей кезде. Осының ыңғай келсе болған жақсы, сонда болғанмен алғандарыңыз абзал. Енді балапандар болып жатса, мысалы балапандарға непильный поилканы 7-8 сантиметр ара қашықта орнатқан жақсы болады. Ал енді үлкендеу тауықтарға келсек, 2-3 айдан асқандарға онда 15-10 сол аралықтағы сантиметрда орнатсаңыз жақсы болады. Одан кейін бізге заглушкасы керек. Яғни тоже 25-тік трубаның бір жағына заглушка қоямыз. Екінші жағына жәнегі фитинг. Одан кейін штуцеріміз кетеді. Қазір кесіп, бірінші біздер үлкен тауықтарға, балапандарға да бола береді, бірақ балапандарыңыз көп болса, онда ыңғайы келгенде 7-8 сантиметрден қойғаныңыз дұрыс. Ал енді тауықтарға ыңғайы келсе 10-15 сантиметрден жоғары. Примерно біздер ара қашықтығын 15 қып алсақ, мысалы 15-ке 1 метке бердік, 30-ға 1 метке бердік и 45-ке. Арасын 15 сантиметр қылдық. Бірінші паять етпей тұрып, тесіп алып, ішіндегі мусорларын сыртқа қарай қоқыстарын шығарып тастасақ жақсы болады. Ыңғай келсе 8,5-дық сверло болса өте жақсы. Және де мынандай ағашқа арналған сверлолар болады. Басында острый несімен, үшкір ұшымен. Соны аласыздар да, міне именно сол точкеге қойып сверлить етесіздер. Мысалы қазір барлығын сверлить етейін, сосын кейін қайтадан ораламыз. Менде сверлом 6-лық болды. Қазір енді 8-дік сверломен қолымызда бар сверлолар осы. 8-дік сверломен кеңейтеміз де сәл 8,5-ға келтіру үшін арасын қисық алып жібереміз. Шетке қарай. Сол сияқты келесісі тесікте. Одан кейін үшінші тесікте. Сәл кеңейтіп жіберуге сон пышақпен тазалап жіберіп, ішін қоқыстан тазалаймыз. Және де енді үтіктеу рәсіміне көшеміз. Үтіктеген кезде үтікті бірінші қыздырып аламыз. Температурасы 250-300 градусқа дейін. Аламыз да 25-тік диаметрге үтіктің
трубаға қойылатын цилиндрларын қойып, кәдімгі обычный пластикті үтіктегендей үтіктей береміз. Түзу шығу үшін тезірек 3-4 секундтың ішінде орнатып үлгеру керек. Сол сияқты фитингті де сразу орнатып аламыз. Сіздерге көрініп тұр деген үміттемін. Фитингтің де сызығын, шлангын да, трубаның да сызығын түзурек қойып, барынша 2 секундтың ішінде осындай мына жағы заглушка болды, тесіктері бар. Одан кейін фитинг. Енді біздер фом лентаны аламыз да, керегінше қалыңдық жасаймыз. Ыңғай келсе 7-8 орам болса, бұл лентаның газ түріне арналғаны да болады. Олар көбінесе сары түсті болып келеді. Алған кезде суға арналған алғандарыңыз абзал. Осылай 7-8 рез орасаңыз, ары қарай фитингке орналастырған жағдайда жақсы орналасады. Аламыз да жәнегі фитингімізге оң резба бұраймыз. Кілтпен қатайтам. Енді ниппельдерді қалай орнатамыз? Ниппельдерді аламыз да, ниппельдің өзінде сальнигі болады, манжеті, яғни су жібермеу үшін. Және тесікке өзінің патайы бар, кіретін. Бұл жерге саламыз. Плотно кіргіземіз. Және де бірінші защелкасын бірлес қысасыздар. Қолмен қыссаңыздар болады. Дауысы шығады өйстіп. Одан кейін 3 зуб болады. Сол 3 щелчокқа дейін қысу керек. Оған енді қолдарыңыз күші жетіңкіремесе плоскогубцы аламыз. 1, 2. Осылай қысқышпен орнатамыз. Тап солай келесі пайылканы да орнатамыз. Біреу, екеу, үшеу. Дүзіліп қойып жүресіздер. Бұлай қойсаңыздар да болады, бұлай қойсаңыздар болады. Ешқандай разница жоқ, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасай бересіздер. Біз бәрі бірдей болсын деп үшеуінде 3 жаққа қаратайық, 1 жаққа қаратайық үшеуінде. Ең бастысы жақсылап салып алған соң щелчогын бірлес қысасыз қолыңызбен. Одан кейін қолыңыздың күшіңіз жетпесе осылай 3 щелчок болу керек. Одан кейін егерде алып жатқан жағдай болып жатқан болса, отверткамен аласыз да мына жағын көтеріп жібересіз де қайтадан ниппельді шешіп алса болады. Қазір тағы да көрсетіп жіберем. Егерде шешіп жатқан жағдайларыңыз болып жатса, онда ниппельді аккуратно зубчиктарын көтеріп жібересіздер де өстіп шешіп алуға болады. Кей кезде ниппельдер ағып кетуі мүмкін, ауыстыруға керек болатын болса, осы сальниктен ағып жатса резинкасынан,
осы резинканы алып ауыстырып жіберсеңіз болады. Бұл резинканың диаметрі өздеріңізге мәлім, 8,5-дай, максимальный сыртқы диаметрі 12 миллиметр. Примерно сол 12-де сәл асады. Егер де ауыстыру керек болған жағдай болса, жиырма бестік труба естеріңізде болсын. Қайтадан орнына салып, жақсылап отырғызып қойсаңыздар болады. Осындай болды. Енді мына жағына шлангын кигіземіз, ары қарай емкістіға барады. Көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркелеміз. Лайк, қоңырау